Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы 8-ші В сынып оқушылары, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Үсіпәлиева Балым Маралбекқызы. Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы театр өнері мен мәдениеті. Сабағымыздың мақсаты театр өнерін түсіндіріп, жай сөйлем түрлері бойынша мәтінмен жұмыс жасау. Қол жеткізетін мақсатымыз барлық оқушы жай сөйлем түрін анықтап, мысал құрап, өз бетінше сөйлем құрай алады. Балалар, жай сөйлемнің 3 түрі бар, яғни хабарлы, лепті, сұраулы сөйлемдер. Хабарлы сөйлем дегеніміз, бір нәрсе жайында хабарлау мақсатында айтылған сөйлем хабарлы сөйлем деп аталады. Мысалы, мен жұмыстан келдім. Хабарлау мақсатында айтылып тұр ма? Иә, балалар, сөйлемнің соңынан нүкте қойылады. Лепті сөйлем, көтеріңкі көңіл күймен айтылған сөйлем лепті сөйлем деп аталады. Яғни, алақай, ауылдан әжем келді. Баланың сөзінде көтеріңкі көңіл күйдің, қуаныштың нышаны бар ма, балалар? Иә, бала өте көтеріңкі көңіл күймен, қуанышпен жеткізіп тұр. Яғни сөйлемнің соңынан леп белгісі қойылады. Сұраулы сөйлем, бір нәрсе жайлы сұрау мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп аталады. Мысалы, Ислам, сенде қазақ тілі кітабы бар ма? Яғни, бірінші адам, екінші адамнан жауап алу мақсатында айтылып тұр. Яғни сөйлемнің соңынан сұрау белгісі қойылады. Балалар, жай сөйлемнің түрлерін біз толық білдік деп ойлаймын. Енді осы ережеге сай тапсырма орындаймыз. Олай болса, балалар, 3-ші тапсырма, яғни 104-ші беттегі сұрақтарға жауап беріп, жай сөйлем түрлерін қарастырып, театр туралы ойларыңды дәптер бетіне түсіресіңдер. Балалар, театр көне грек сөзі. Көретін орын деген қарапайым ғана мағынаны білдіреді. Сахналық қойылым жайлы ең көне дерек біздің дәуірімізге дейінгі 2500 жылы қағаз бетіне түскен. Болған жері ежелгі Египет. Театр ойын-сауық орны. Қазақ театры өнері де ежелден келе жатқан салт дәстүрімізге негізделеді. Үйлену салты, қыз ұзату, шілдехана тойына байланысты өтетін ойын-сауықтар, ақындар айтысы, тағы басқалар. Салт дәстүріміз театр өнерінің алғашқы көріністері болып табылады. Театр алғаш рет құрылған жылы Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Жұмат Шанин, Шара Жиенқұлова және басқа да өнер саңлақтары өнер көрсетті. Балалар, қазақ театрына байланысты біраз деректерді білдіңіздер деп ойлаймын. Сіздерге келесі тапсырма 105-ші беттегі 6-шы тапсырма, яғни берілген сөздер мен сөз тіркестерінен мәтін құрап жазу және мәтінге ат қою. Балалар, тапсырмаларыңды орындап, WhatsApp желісіне жібере қоясыздар. Ал үй тапсырмасы менің сүйікті қойылымның тақырыбына эссе жазу. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, балалар. Амандықта жүздесейік.